ITC Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Армысыздар, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ұжымы мен студенттері. ITC Қазақ радиосының бүгінгі шығарылымының бірінші жүргізушісі 12-ші топ студенті Мұханғали Алтынай. Және екінші жүргізушісі 25-ші топ студенті Әбілпейісов Істілеу. Армысыздар, қадірменді халайық. Сәлем сөздің сыр айнасын ашайық. Қуанышты шаттықпенен жүздесіп, баршаңызға мол қуаныш сыйлайық. Бүгінгі біздің эфиріміз қызықты да көңілді студенттер күніне арналады. Иә, Істілеу, шынымен де студенттік өмір қызықты да көңілді өтетіні анық. Қиын да сәттер болады, алайда оның бәріне тойтарыс беретін студенттер аз емес. Студенттің басты мақсаты білім алу, болашақ маман иесі болу. Алтынай, дұрыс айтасың. Әр адамның жадында ерекше естеліктермен жатталып, көңіл төрінде қатталып қалған студенттік кезең ешқашан ұмытылмайды. Қызығы мен шыжығы мол, сол бір 4 жыл талай әдемі де әсерлі әңгіменің арқауы болып, көрігін қыздыратын белгілі. Сәні мен салтанаты, мәні мен мағынасы мол өмірдің кейіпкерлері. Студенттердің әр күні мерекедей өтсе де, күнтізбеде белгіленген өзіндік мейрамы да бар. Ол 17 қараша халықаралық студенттер күні. Атаулы мерекемен Орал ақпараттық технологиялар колледжінің барша студенттерін құттықтаймыз. Құрметті студенттер, халықаралық студенттер күні құтты болсын. 17 қараша ресми түрде студенттер күні деп аталғанымен, курстың әр күні сендердің күндерің. Солай емес пе? Осындай атаулы күннің тарихын біліп өтсек, артықтық етпес. Неге дәл осы күн студенттер күні деп бекітілді? Дұрыс айтасың. Күнтізбеде белгіленген осы бір мерекенің шығу тарихы айтарлықтай қызықты да емес. Ол қанды әрі қайғылы оқиғаға байланысты пайда болғанын екінің бірі біле бермейді. Деректерге сүйенсек, 1939 жылы 28 қазан күні фашистер басып алған Чехословакияның студенттері мен ұстаздары Чехословакия мемлекетінің құрылғанына 21 жыл болғанын атап өту үшін шеруге шықты. Басқыншы бөлімдер шеруді күшпен басып, сонымен бірге медицина факультетінің студенті Ян Опеталды атып тастайды. Ян Опеталды жерлеу рәсімі қайтадан наразылыққа ұласады. Студенттердің көтерілісінің нәтижесінде Чех жоғары оқу орындары жауып, 10 студентті атып, 1200 көтеріліске қатысқан студентті концлагерге жапты. 1946 жылы 17 қарашада Прагада өткен чехиялық студент-патриоттардың құрметіне болған бүкіләлемдік студенттер конгресінде халықаралық студенттер күні белгіленді. Міне, жалынды жастық шақтың мерекесі студенттер күнінің шығу тарихы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Чехословакияда осылай басталған. Одан бері талай жылдың жүзі болды. Тарихы қанды оқиғамен бастау алған осы бір мейрам қазірде әлемнің түкпір-түкпірінде бар сән салтанатымен атап өтіледі. Иә, Алтынай, уақыт деген зымыран, кеше ғана бала ең, келдің ғой талай жасқа деп ұлы абай атамыз айтып кеткендей, алдарыңызда кеше ғана мектеп партасында отырып, сусындаған шәкірттеріңіз таудай болып, жайқалған жасыл баудай болып, үлкен білім ордаларының студенттері болып отыр. Көк байрағын желбіретіп, әнұран асақтаған егемен еліміздің ертеңі мен келешегі. Студенттік шақ адам өміріндегі ең қызықты әрі жаңалықтарға толы кезең. Кейбір адамдар студент кезінен практикаға араласып, мамандығы бойынша өзін шыңдап жатса, енді бірі бұл кезеңде студент болып, қызық пен шыжыққа толы өмір сүруді қолдайды. ITC Қазақ радиосының жүргізушілері бүгінгі студенттер күніне орай 4 курс студенттерімен тілдескен болатын. Студенттердің бір күні қалай өтеді? Қазіргі таңда олар немен айналысып жүр деген сұрақтарға жауап алды. Орал ақпараттық технологиялар колледжі студенттері арасында өткен пікірсайыс турнирінің 3-ші орын иегері ITC Қазақ радиосының алғашқы эфир жүргізушісі Мұханғали Алтынай. Мен Алтынай, 1-ші курс студентімін. Менің бір күнім қалай өтеді? Қазір студенттік күнім аса қызықты өтеді деп айта алмаймын. Бірақ әр күннің бір тосын жаңалығы болады. Мен ұйқымнан тұрып, денемді шынықтырамын. Кейін колледжге жинала бастаймын. Сабағым әдеттегідей 8:30-да басталады. Жақсы көңіл-күймен сабаққа қатысып, түске дейін барлық тапсырмаларды орындап, шығармашылыққа көңіл бөлемін. Одан соң үйдің шаруаларына көмектесемін. Сіңілімнің сабақтарына көмектесемін дегендей.
Әлбетте, одан соң кезекті сабаққа дайындалып, тапсырмаларды орындап, өмірге керек пайдалы дүниелерді ойға сіңіруге ұмтыламын. Фильм қараймын, әлеуметтік желілерге, ондағы жаңалықтарға көз жүгіртіп шығамын. Ал сенбі жексенбіде жеке қызығушылықтарымды арттыруға, оларды дамытуға тырысамын. Отбасым және достарыммен көбірек уақыт өткізіп, пікір алмасуды ұнатамын. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студент қыздары арасында Қазақтың қайсар қызы Мәншүк атты облыстық турнирінің жеңімпазы. Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының Ақжайық жастары волонтері. Батыс Қазақстан облысы әкімінің алғыс хат иегері. Колледжіміздің 2-ші курс студенті Сайфулиева Сабина. Мен Сайфулиева Сабина 2-ші курс студентімін. Колледжде менің бір күнім қалай өтеді? Күздің салқын күндерінің бірі, сағат таңғы 7. Беймаза уақытта шырылдаған оятқыштың дауысынан көзімді ашып, тәтті ұйқымды қимай оянамын. Тұрғаннан кейін жуынып шайынған күйде сабаққа дайындаламын. Содан соң ана мен сіңілімді күтемін. Көп ұзамай үйден шығып кетеміз. Ең алдымен сіңілімді мектепке апарып тастаймыз. Содан кейін мені колледжге апарады. Ар жағында анамның өзі жұмысқа кетеді. Сабақ 8:30-да басталады. Оған дейін сыртқы киім ілгішке тапсырамын. Ар жағында күй орындалады. Ол біздің қоңырау. Сабақ басталады. 2-ші сабақтан кейін әлденіп алуға асханаға барамын. Одан соң түске дейінгі сабаққа қатысамын. Сабақ біткен соң қоғамдық шараға белсенді қатысамын. Дегенмен күнделікті орындалатын істерім бар. Әуелі әр күннің басын белгілі сабақтарға дайындаламын. Кейін достарымен үй маңындағы саябаққа серуендеп қайтамыз. Қазіргі таңда бізде арнайы пәндер өтіп жатыр. Ол сабақтарда әртүрлі бағдарламалар мен жұмыс жасаймыз. Солай болашақ мамандығыма тағы бір қадам жасаймын. Күйтектілік терең атты облыстық жас күйшілер байқауының алғыс хат иегері, спортшы, колледжіміздің 3-ші курс студенті Абдрахманов Әділхан. Мен Абдрахманов Әділхан, 3-ші курс студентімін. 3-ші курсқа қадам басқалы ойымызда жұмыс істеу, мамандық бойынша іздену ұғымдары тұрады. Себебі келер бір ғана жылды дипломдық жұмыс жазуға арнайын деп тұрамыз. Енді алдымыздан келешек жақсы жұмыс табу, жақсы маман болу, алған білімімізді игілікке жарату мәселесінің шығуы заңдылық. Сонда біздің сенеріміз өзімізге лайықты жұмыс істеу болмақ. Мысалы, мен мамандығым бойынша қазірден ізденіп жұмыс жасап жүрмін. Көп мамандықтарда студент кезден бастап жұмыс істеуге мүмкіндік болмауы мүмкін. Дегенмен шығармашыл маман болғаннан кейін бұл салада практикадан өтуді қолдаймын. Өйткені өз стилім мен қолтаңбамды қалыптастыру арқылы осы кезден жұмысқа орналасуға болады. Оның барлығы адамның қарым-қабілетіне байланысты. 3-ші курсты студент үшін шешуші кезең дер едім. Осы кезде мамандығының қай саласына баратынымды шешіп, осы кезден бастап практикаға бет бұрсам, болашағым жемісті болмақ. Ал менің күн тәртібіме келетін болсақ, таңертең әдеттегідей сағат 8:30-да сабаққа келемін. Түске дейін сабақта болып, түстен кейінгі уақыт шығармашылыққа арналады. Бір күнім қарапайым өтеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында IT шаршы алаңы облыстық жобалар байқауының жеңімпазы. WorldSkills Қазақстан Орал 2022 өңірлік чемпионатының фотосурет құзыреттілігі бойынша жүлделі орын иегері колледжіміздің 4-ші курс студенті Тажгалиев Ізбасар. Мен Тажгалиев Ізбасар Жанболатұлы, 4-ші курс студентімін. 4-ші курсқа қадам басқалы ойымызда жұмыс істеу, мамандық бойынша іздену ұғымдары тұрады. Мысалы, мен техник бағдарламашы мамандығы бойынша қазірден ізденіп жұмыс жасап жүрмін. Бұл 4-ші курс болғаннан кейін мойнымыздағы жауапкершілік те артып жатыр. Бәріміз диплом алғаннан соң не істеймін? Өзімді қай қырымнан дамытамын дегенді ойлап жүрміз. Алайда өзім 2-ші курстан бастап практикамен айналысып жүргендіктен жұмыс жағынан айтарлықтай қиналмайтын секілдімін. Теория мен практиканы қатар алып жүруді жақсы көремін, әрі қызығамын. Қазіргі кезде өзіме үлкен тәжірибе жинап, көп нәрсе үйреніп жүрмін. Байқасаңыздар, әр курста студенттің ойлауы мен қажеттілігі әртүрлі болады. Бастапқы 2 курста студенттер жеке дамуға, өздерінің қызығушылықтарына көңіл бөлсе, кейінгі 2 курста мамандығына бет бұрады. Курс жоғарылаған сайын студенттердің дамып жатқанын да байқап отырмыз. Студент болу жас адамға бақытты болу деген сөзбен тең, деп Тұманбай Молдағалиев айтқандай, студенттер мереке құтты болсын. Әр күндеріңіз білім мен жарқын естеліктерге толы болсын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Құлақтан кіріп ойдалар әсем ән мен тәтті үй, көңілге түрлі ой салар,
әнді сүйсең менше сүй деп Абай атамыз айтқандай, колледжіміздің музыкалық көркемдік жетекшісі Сырымбет Тілекқабылұлының орындауындағы әсем әнге кезек береміз. Білім апсаяңда өткердік сан жылда, өткердік сан жалада, қызықтап ән жарада, балқыдың гүл қала, мәпелеп тербеткен қиялды қанаты, қияға серметкен. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосада жол алдым. Қалайша қиямыз, ұшырса ұямыз, біздерді тосады туған ел құшағы. Біз таптық білімге, өмірге жан арман, қимастық көңілде, жас келді жанарға, қоштасар кез келді, қиялдай барамын, достарым сіздерді қиялмай барамын. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосады жол алдым. Қалайша қиямыз, ұшырса ұямыз, біздерді тосады туған ел құшағы. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға,